Ильяс хабарласқан жоқ па? Жоқ. Сот процесі болып жатқан кезде Бір рет жолдасы хабарласты. не деп хабарласып еді? Продукты жөнінен. Мен айттым, жаным, мен өзім жасайтын адам таппай жүрмін дейді. Тиктокта Құндыз бен Назгүлге деп, сізге деп ақша берді ғой. Өзіңізге де беріп жатырмыз қаражат. Қазір шотымызға жібереміз. Бұл вообще 1 миллиондай қаражат бүгін әкеліп жатырмыз. Берді. Сонымен қайттан камерасын бәрін өшірді, қайтып алып кетті. Берген ақшасын. Иә, Енді сіз сұрадыңыз ба? Жаңа ғана бердім, неге алып баратсың деп? сұрадым жоқ. Сонда осы камераға түсіріп қанша теңге берді? 500 мың. Сосын камера өшкеннен кейін қайтадан алып қойды. Иә, Одан бөлек сізден алтындарыңызды алып кетті. иә. Шамамен қанша теңгеге алтын алды? 780 мың ба, 750 мың ба, сондай болды. Жалпы алтынның құны, иә? Жоқ. Әлде жаңа 500 мыңмен. Бірге қосып. Енді сіз о баста Құндыз бен Назгүлді сол Ильясқа бергіңіз келіп еді ғой? Есіңізде ме? Енді мені солай айтқызды ғой осы жерде отырыпшы. Кім айтқызды? Ілияс айтқызды ғой. Үйтіп Ілияс айтыңыз, сөйтіп айтыңыз. Мен қайдан білейін кімнің қандай ойы бар маған деген. Енді әңгіменің ашығы сол Ильяс екеуіңіз мені жамандадыңыздар ғой, камера журналистер шақырып қойып, мен бірақ жамандайтындай бір қылық істеген Жоқ, мен жамандайтын деп болғанда ше, да? Тек айтпай келгенім болмаса